Арқа омыртқасындағы жарықты кетірудің жолдары өте көп. Массаж жасау арқылы, түрлі жаттығулармен, халықтық емдеу жолдарымен де емделіп жүргендер бар. Омыртқалық грыжаны емдеуге бұл емдік тәсілдердің барлығы да әсер етеді. Дегенмен, соңғы кезде фитнес арқылы емделу қолға алынып жатыр. Сол себепті омыртқалық грыжадан зардап шегіп, жанын қоярға жер таппай жүргендер болса, бізге қосылсын. Жаттығуды бастайық. Бастапқы қалып, шалқадан жату. Қолды шынтақтан бүгіп, еденге тірейсіз де көкірек тұсына дейін бір-біріне жақындатасыз. Сосын мостикке тұрғандай қылып, көкіректі көтересіз. Осы қалыпта тұра алғаныңызша тұрыңыз. Кейіннен денені босатып, бастапқы қалыпқа келесіз. Жаттығуды 7-8 рет қайталауға болады. Екінші, бастапқы қалып. Шалқаңыздан жатыңыз, аяқты бүгіп, қолды созып жатасыз. Содан соң жамбасты жай қимылмен жоғары қарай көтересіз. Осы қалыпта да біраз тұрыңыз. Жаттығу барысында арқаға күш түсуі керек. Жаттығуды аяқтап, бастапқы қалыпқа келесіз. 6-7 рет қайталаған дұрыс. Үшінші жаттығуда да шалқаңыздан жатып, жаттығуды бастайсыз. Бұл жаттығуда екінші жаттығуды дамытасыз деп айтуға болады. Өйткені дәл сол қалыпта жатып, жамбасты жоғарыға барынша көтересіз. Сонда арқаға көбірек салмақ түседі. Осылайша жаттығуды 3-4 рет қайталаған дұрыс. Төртінші жаттығу. Шалқаңыздан жатып, қолды басқа қоясыз. Бір аяқты бүгіп, қарынға қарай тартасыз. Сосын қайтадан созып, жаттығуды бірнеше рет қайталау керек. Жаттығуды әрбір аяқпен жасап, барлығы 6-7 рет қайталауға болады. Бесінші жаттығу. Омыртқаға арналған ең оңай жаттығулардың бірі деп айта аламыз. Бұл жаттығуды орындау барысында қиындық болмайды деп айтамыз. Бастапқы қалып, шалқадан жату. Сол қолмен сол аяқты жоғары көтеріңіз. Дәл осылай ауада 8 секунд ұстап түсіресіз. Жаттығуды оң аяқпен жалғастырыңыз. Бас аяғы 6-7 рет қайталасаңыз жетіп жатыр. Алтыншы жаттығу. Алдыңғы жаттығулардағыдай қалыппен жатып, аяқ қолды созасыз. Содан соң бір аяғыңызды жоғары көтеріп, екіншісін бүгіп, 10-20 секунд қатып қалыңыз. Жаттығуды аяқтан соң жай қимылмен аяқты төмен түсіру керек. Кейіннен жаттығуды керісінше жасайсыз. 7-8 рет қайталаған жеткілікті. Жетінші жаттығу. Бастапқы қалып, етпетінен жату. Осы қалыпта жатыңызда шынтағыңызды бүгіңіз. Қолды құлақ тұсына қоясыз. Артынша қарынға күш сала отырып, дене мен аяқты жоғары көтеруге тырысыңыз. Бастапқы қалыпқа келіп, жаттығуды қайта жалғастырасыз. 5-6 рет қайталаған дұрыс. Сегізінші жаттығу. Етпеттеп жатып, шынтағыңызды бүгіңіз де еденге тіреңіз. Содан соң денені жоғары барынша көтеріп, басты артқа қарай шалқайтасыз. Жаттығуды 7-8 рет қайталасаңыз, жақсы нәтиже береді. Тоғызыншы жаттығу. Бастапқы қалып, етпеттеп жату. Екі қолды екі жаққа созып, босаңсыту керек. Ал аяқты бүгіп, сол қалыпта біраз тұрыңыз. Арқа омыртқасы жаттығу барысында ауырсынуы мүмкін. Дегенмен, осындай жеңіл жаттығулар ауырғанды басып, жағдайыңызды біршама жақсартып қалатыны сөзсіз. Аталмыш жаттығуларды үй жағдайында орындау ұсынылады. Егерде арқа омыртқаңыз ауырып, сыздай бастаса, жоғарыда берілген жаттығуларды жасаңыз. Тіпті күн сайын осы жаттығулармен айналысып, әдетке айналдырсаңыз, ауру мазаламайтын болады. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіп, келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.